Hoş gördük. Есіміңіз? Ерік. Ерік мырза. Жасыңыз? Жасым 28-де. Қай жақтансыз? Талдықорған қаласы. Талдықорған. Немен айналысасыз? Диқаншылық жер жыртам. Поляда жер жыртам. Тракторым бар. Кімдің жерін жыртасыз? Өкіметтің жерін жыртасың. Қаншаға? Әртүрлі таңертең таң 6-да шығасың да, кешкі 8-де келесің. Күні бойы жер жыртасыз. Жер жырта беремін ғой, любой. Нерде көп маған қатты әңгіме айтсаңдар, байқаңдар, той жыртып едіңіз. Бет жыртпайды ма? Камила жақсыз, әдемі екен, сол бүткіл ауыл шығарып тастады ғой. Қосаяққа баратын деп. Көрініп тұр негізі, салып жіберген екен. Ауылдікі ғой. Аха. Жақсы қыз, әдемі. Сырт келбеті. Ұнады ма? Ұнады. Бұрын соңды отбасылы? Бұның соны отбасы құрмаған. Құрмағанмын дейді. Балаларыңыз жоқ па? Бала? Жоқ, өзім баламын. Жоқ, балам жоқ, үйленмеген, тұрмыс құрмаған. Сол осы Қосаяққа келіп, осы Камиланы көріп. Үйде кім бар? Үйде ата-ана, әкем бәрі шығарып тастады ғой, анам бәрі. Камиланы алып келді. Негізі Қосаяқты көресіз бе? Негізі Қосаяқты поляда жүріп көре алмаймын енді. Интернет істемейді. Үйге, ауылға үйге барамын, ютубтан қайта алып көресің. Трактор өзіңіздікі ме? Трактор өзіңіздікі ме? Трактор ма? Менікі емес, енді өкіметтікі ғой. Қалай ол өкіметтікі? Өзіңізде жоқ па? Өзімде жоқ енді. Құрап жатырмын біреусін. Құрап жатырсыз ба? Түсінікті. Ал Камила? Берік деді ма? Ерік. Ерік. Берік, иә? Ерік. Ерік. Біріншісі Берік, енді екіншісі Ерік болып келіп жатсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Рахмет, мені таңдап келгеніңізге. Мен өте қуаныштымын. Көңілім бір көтеріліп қалды. Ернұр гүлді басқаға берді деп ренжіп қалды кеше. Кім ол? Енді іштеке қылмайды ғой. Гүл береді, ертең қурайды ол.